Армысыздар қымбат көрермен, бүгін Астана аспаны бағдарламасының кезекті кейіпкері Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, құрмет орденінің иегері, білім және ғылым министрлігіне қарасты кәсіпқор холдингінің басқарма төрағасының орынбасары Асима Темкеқызы Бемендина. Асима ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Қалыңыз қалай? Жақсы, өте жақсы. Рахмет. Мен ең бірінші өзімнің кеше ғана Астана қаласының мектебін бітіріп, елбасының шақыруына, кездесуіне барып, өзімнің сондай шәкірттерімді кездестіріп отырғаныма өте қуаныштымын. Сондықтан менің көңілім әрине өте жақсы. Рахмет апай, бұл сіздердің арқаларыңыз, сіздердің ұстаздық жолдағы еңбектеріңіз. Рахмет. Біз соның нәтижесіміз. Рахмет. Ал енді сұхбатымызды бастамас бұрын, осы ұстаздық жолда жүргеніңізге биыл 41 жыл. Жалпы ұстаздықтың қыр-сырымен бөліссеңіз. Ең бірінші ұстаздық жолды таңдаған адамдарға ерекше алғысымды білдіргім келеді. Әрине Астана қаласының ұстаздарына көп жылдай бірге жұмыс істедік. Астана бізбен бірге өсіп, гүлденіп, Астанада жеке өзім 20 жылдай Астанада тұрамын. 20 жыл болды биылғы жылы Астанаға келгенімізге. Сондықтан ұстаздық жолды таңдаған адам ерекше адам. Ол кісінің жүрегі де ерекше. Өйткені барлық балаларды сол жүрегінде ұстайды. Балалар білім алсын деп көп ойланады, көп еңбек жасайды. Осы балалар ертең мынау мемлекеттің белгілі азаматы болсын деп ойлайды. Сондықтан ұстаздардың жүрегі, өзім ойлаймын, патриоттық сезімге тола жүректің бірі. Ал енді жұмысқа келсек, әрине ұстаздық жұмыс оңай емес. Өйткені білім беру, оны балалар түсіне білу, білім алып ертең осы үлкен өмір жолында орнын табу деген сол ұстаздың ең негізгі мақсаты. Сондықтан ұстаздық мамандықты таңдағаныма өте мен ризамын. Ата-анам айтқандай, ұстаз болыңдар, ұстаз болған кісіні барлығы сыйлайды. Ұстаз деген білім береді, ұстаз өзі білімді, талантты, дарынды адам болады деп ата-анамның айтқаны есімде. Сондықтан ұстаздық жолды таңдағаныма ешқашанда өкінбеймін. Әрине, тамаша. Айтқан сөзіңіздің барлығы дұрыс. Енді айтыңызшы, өзіңіздің туған жеріңіз Омбы қаласы. Омбы қаласындағы еңбек жолыңыз 1977 жылы Павлоград ауданында басталды. Одан кейін Астана қаласында жалғасты. Ең бірінші осы елордамызға келген кезіңіз есіңізде ме? 1998 жылы келдік, мамыр айында. Биылғы жылы 20 жыл болды Астанаға келгеніміз. Өзіміз жанұяда үлкен мереке жасадық. Үлкен той өткіздік, өзіміздің туыстарды шақырып, үлкен кісілерді шақырып, осы Астанаға келгенімізге міне 20 жыл болды. Балаларымыз өсті, немерелеріміз осы Астанада туды. Сондықтан Астанамен бірге балаларымыз міне өсіп өніп келе жатыр деп, сондай бір өзіміз ерекше Астанаға келгенімізге шара өткіздік. Мен ойлаймын, ол орнықты. Өйткені мынау балаларыма да, немерелеріме де әрқашанда айтатыным, осы Астанаға келгеннен бері өзімнің өмірімде бір жаңа сондай жақсы бағыт ашылды деп ойлаймын. Өйткені Астанамен бірге елбасының командасында болып, командасының мүшесі болып, бірге осы Астанаға үлес қостық. Құрылысшылармен бірге Астананың әрбір ғимаратына қуандық. Сондықтан Астанаға келген күндерім есімде. Бірақ Астана 1998 жылы ол басқа Астана болатын. Бірақ та барлық жоспарын елбасы орындады. Халықтың алдында өзінің міндетін, алдына қойған мақсатын орындады. Ал енді біздің міндетіміз, жастардың міндеті осының барлығын қолға алып, осының барлығын бағалай біліп, осы Астананың болашағын ойлап, әрбір адам өзінің кішкентай болса да үлесін қосса, біздің Астанамыз әлемде ең бір
сондай дамыған қаланың бірі болады деп ойлаймын. Әрине. Енді осы Астана қаласындағы білім басқармасын 8 жылға жуық уақыт басқардыңыз. Осы 8 жылдың ішінде атқарылған жұмыстарыңыз, барлық білім ордаларын қолыңызға бергенде жұмыс істеп кетуіңіз қиындыққа соқпады ма? Астана қаласындағы білім басқармасында жұмысты 2006 жылы бастадым, сәуір айында. Енді 2006 жылдан бастап 2013 жылы қараша айына дейін жұмыс істедім. Ең сондай қызық кез деп айтуға болады. Ең сондай творчестволық еңбектің кезі, уақыты. Ең бірінші, әрине, бір адам көп жұмысты атқара алмайды. Бірақ та ұстаздар, Астана қаласының ұстаздық қауымы, мынау зейнеткерлер, осы қаланы бұрын басқарған, сондай белгілі біздің ағаларымыз, апаларымыз көп көмек көрсетті. Өйткені ең бірінші барлық мынау мектептерді, балабақшаларды, колледждарды өзім танысып қарап шықтым. Өйткені қандай ұстаздар бізде жұмыс істейді, қандай олардың проблемалары бар, қандай алдарына жоспар құрып отыр, қандай стратегиялық бағдарламалары бар. Соның барлығын танысып көргеннен кейін ең бірінші жағдай бұл жаңа мектептер салу керек болды. Одан балабақшаларда орын жетіспей, ол мәселе болды. Соның барлығын жыл сайын, жылда 2 рет елбасы Астана қаласының әкімшілігінде өзінің жиналыстарын өткізетін. Әрбір жиналыс есімде. Өйткені елбасы әрбір көшенің атын білетін, қай мектеп қай жерде салынып жатқанын білетін. Астана қаласына осы өткізетін жиналыстарда көптеген мәселелер көтеріп, оның шешім жолын көрсете біле, сондай көп мәселе шешілді деп айтуға болады. 2010 жылы 29 сәуір күні Астанада бір күнде 10 балабақша ашылды. 10 балабақша ашылғанда елбасы 3 балабақшаны көріп ашып берді де, басқа балабақшаларды мынау қаланың әкімі, ауданның әкімдері ашсын, ризамын деп, сондай өзінің батасын берген. 10 балабақша деген ол бір ерекше күн болды Астана қаласына. Сондықтан осындай жақсы іс-шаралар әлі ойымызда, есімізде ондай іс-шаралар. Сондықтан қазір міне мен ойлаймын, Астана қаласы инновациялық технологиялардың жобалары көптеген Астанада өтіп жатыр. Smart School, Smart Астана деген, ол қазір міне со кезде басталған, қазір оның барлығы жобалар орындалып, ол жобалардың біз қазір міне нәтижесін, ол жобалардың пайдасын көріп жатырмыз. Сондықтан Астанадағы білім саласында 7 жыл 7 күн жұмыс істеппін. Ол да бір ерекше жағдай деп ойлаймын, қасиетті сан. Сондықтан мен өте мынау мектеп басшыларына, әкімшілік басшыларына өте ризамын. Жұмысты Өмірзақ Естайұлы Шүкеевпен бастағанбыз. Одан Асқар Ұзақбайұлы Маминмен жұмыс істедік. Көп жылдай Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов басқарды. Сол кісілермен жұмыс істедім. Барлық басшылар білім саласына деген Астана қаласында көңілі ерекше болды. Сондықтан барлық теріне ризашылығымды білдіргім келеді. Ең бірінші әрине елбасына. 8 жыл бойы Астана қаласының білім басқармасын басқарғаннан кейін сіздің орныңыз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына ауысты. Енді депутат ретінде халыққа қандай көмек көрсеттіңіз? Мәжіліс депутаты болу деген, мен ойлаймын, ол ең бірінші мынау Астана қаласындағы білім салаға берген баға деп ойлаймын. Өйткені мен жалғыз өзім
барлық жұмысты істеген жоқпын, ұстаздар қауыммен бірге. Сондықтан Астана қаласының ұстаздар атынан мәжіліске депутат болу, ол үлкен баға, үлкен абырой, мәртебе, өте сондай жауапкершілігі көп деген жұмыс деп айтуға болады. Өйткені жауапкершілікпен қарауға болады. Мынау ұстаздардың мәселесін көтеріп, мен мынау әлеуметтік комитетте жұмыс істедім. Сондықтан әлеуметтік және мәдениет дамыту комитетінде жұмыс істедім. Мен айтқым келеді, сондай өте бір жақсы командада жұмыс істедім деп айтуға болады. Ең бірінші білім саласына көңіл бөлдік. Парламенттік тыңдау өткіздік. Кәсіптік және техникалық білім саласының жағдайы қалай деп. Өйткені енді қазір 2016 жылы мен депутаттықтан кеттім, бірақ та мен қазір кәсіпқор холдингде жұмыс істеп жатырмын. Сол парламентте қарастырылған жағдай, сол парламенттағы парламенттағы барлық көтерілген сұрақтарды қазір өзіміз орындап жатырмыз. Қуанышқа орай айтқым келеді, 5-ші созывтың осы парламенттік тыңдаудағы шығарылған шешім алдыма келді. Ал сол шешім қалай орындалды деп қарағанда көптеген сұрақтар көтерілген, орындалыпты. Ол енді үлкен қуанышты жағдай деп айтқым келеді. Мәжілісте 3 жылдай жұмыс істеген уақытым өте тез өтіп кетті. Бір күндей, өйткені халық үшін жұмыс істедік. Енді қазіргі уақытта өзіңіздің атқарып отқан қызметіңіз кәсіпқор холдингінің басқарма төрағасының орынбасары. Сіздің нақты атқаратын ол жердегі жұмысыңыз техникалық мамандарды дамыту және жұмыскерлердің мәртебесін арттыру. Енді осы бағытта қандай жаңалықтар болып жатыр? Рахмет, өте сондай орнықты сұрақ деп айтам. Қазір мен ойлаймын, біздің мемлекетте, біздің отанымызда көптеген жастар үшін жағдай жасалып жатыр. Ең бірінші алдымызға қойылған мақсат, әр бала, әр жас өзінің мамандығын қолына алу керек. Ертең жұмыс орнына барып орналасу керек. Өзінің болашағын ойлау керек. Сондықтан біз қазір мынау кәсіпқор холдингі техникалық және кәсіптік білім саласына көптеген өзгерістер енгізу. Өйткені біздің мамандарымыз ертең шет елге барып орын таба ала ма, жұмыс орнын? Ол үшін біздің білімді бағдарлама халықаралық стандартқа сай болу керек. Өйткені қазір деген білесіздер, бір күн қалып қалсақ, бір айдай қуып жете алмаймыз. Өйткені күн ара жаңалықтар бола береді. Мынау инновациялық технология арқылы көптеген жаңа мамандықтар да ашылып жатыр. Сондықтан біздің жастарымыз қалып қалмау үшін біз қазір жаңа бағдарламалар дайындап жатырмыз. 2016 жылы 8 бағдарлама дайындасақ, 2017 жылы 8 бағдарлама, биылғы жылы желтоқсан айында тағы да 13 мамандық бойынша бағдарламаны тапсырамыз. Ол бағдарламалардың ерекшілігі, ең бірінші біз шетелдік өзіміздің әріптестерімізді консультант ретінде қосамыз. Одан қазір колледжде жұмыс істеп жатқан ұстаздар қосылады. Одан жұмыс берушілер қосылады. Өйткені ертең жұмыс берушіге қандай маман керек? Оны біз білу керекпіз. Ол маман не істеу білу керек? Ол мына зауытты істей ала ма, істей алмай ма? Ол барлық қазір осы бағытта жүріп жатқан жаңа сондай көптеген механизмдар шығып жатқан, оны балалар біле ме, білмей ме? Соның барлығын бірге қосылып жасаған бағдарламалар өте ерекше жақсы болып жатыр. Ал балалар сол бағдарлама бойынша білім алса, ертең шетелге барса да жұмыс таба алады. Жұмыс орын таба алып, жұмыс істей алады. Екінші жағдай, қазір біз 1-ші желтоқсаннан бастап 7-ші желтоқсанға дейін үлкен іс-шара өтейін деп жатыр. WorldSkills Қазақстан деген. Ол қандай қозғалыс, не үшін? Бұл қозғалыстың мақсаты
жұмыс мамандықтарды көтеру, престижін көтеру. Өйткені енді бұл өмірде міне Астана қаласында біз тұрып жатырмыз. Барлығымыз басшы бола алмаймыз, барлығымыз ұстаз бола алмаймыз, дәрігер бола алмаймыз. Мынау жұмысшы мамандар бізге өте қажет қой. Сондықтан бұл балалар 30 мамандық бойынша сайыста болады, сайысқа қатысады. Барлық 17-16 регионнан, Шымкент қаласынан. Сондықтан ол балалар өздерінің білімін көрсетеді, өздерінің үйренген не істей алатын жұмысын көрсетеді. Сондықтан мен ойлаймын, осы жерде Астана қаласының оқушылары, ұстаздары осы үлкен іс-шараны пайдаланып, мынау жұмыс мамандықтарға, балаларға осы жұмыс мамандықтарды көрсетуге болады. Өйткені колледж студенттері қатысады. Биылғы жылы Будапешт қаласында Евроскилс деген сондай сайыс өтті. Біздің 25 баламыз қатысты, 23 компетенция бойынша, команда бойынша 10-шы орын алып келді 29 мемлекеттен. Біз бұл WorldSkills International деген қозғалысқа 2014 жылы ғана қатыстық. Сондықтан қазір мен сол қозғалыстың мүшесі ретінде 4-ші рет өткізейін деп отырмыз ұлттық чемпионатты. Менің айтатыным, әрбір жұмыс мамандықтарда жұмыс істеп жүрген бүгін жұмысшыларды біз білу керекпіз. Біз насихаттау керекпіз, біз көрсету керекпіз. Өйткені мынау үйде сантехника жағдайды көрсек, сол бір нәрсе болып атса, ертең кімге звондаймыз, іздейміз, кім жөндеп береді, қайда барамыз деп. Сондықтан бізді кім қарсы алады? Мынау кафеға келсек, көптеген ресторандар ашылып жатыр. Кім бізге тамақ дайындайды? Өйткені басқа біреу келіп, басқа мемлекеттен істеп бермейді. Өзіміз осы қалада, осы мемлекетте тұрып жатырмыз, өзіміздің жағдайымыз өзіміз ойлау керек деп. Сондықтан қазіргі жұмысым өте қызық деп айтам. Жастар, көптеген жастар жұмыс істейді. Одан тағы да көптеген біздің шетелдік партнерларымыз бар. Мынау ағылшын тілі бойынша айтсақ, қазіргі жастар өте жақсы түсінеді. Ағылшын тілін білу керек. Елбасы айтқандай, ең бірінші мемлекеттік тіл. Одан орыс тілін көбі біледі біздің балаларды. Орыс тілінде де оқып жатыр. Ал ағылшын тілін біз қазір білуіміз керек. Сондықтан көп балалар қазір жақсы білім көрсетіп жатыр. Тайм менеджмент. Өзіңіз жұмыста, өмірде қаншалықты қолданасыз? Ең бірінші менің ойлайтыным, неге осы адам 24 сағатта жұмыс істемейді деп ойлайтын жағдай. Менде де сондай ой болады. Өйткені маған уақыт жетпейді. Бірақ та мынау енді таңертең жұмысқа келеміз, кешке үйге келеміз, қолыма кітап ұстауым керек. Онсыз болмайтын жағдай. Қолымызға кітап ұстамасақ, ол кітапты қолымызбен сезбесек, көзімізбен көрмесек, оқымасақ, ой тумаса, онда бұл күн босқа өткі деген. Сондықтан уақыт әрине жетпейді. Бір күндік тәртібіңізді айтып бере аласыз ба? Таңертең ерте тұрғаннан бірінші Алла тағала ризамын деп тұрамын. Күнге сәлем беріп, одан әрине тамақтанып, жолдасым қазір демалыста, әрине ол кісінің жағдайын ойлап, одан жұмысымыз бар. Мынау түсті әрине мен үйге келемін, түскі дәмді отбасымен бірге ішкіміз келеді, тамақтанып. Ал енді жұмыста әрине менде өзімнің ерекше кестем бар. Әр сағат деген жазулы, қандай кездесулер өтеді, қандай жиналыстар өткізу қажет, қандай документті мұқият қарау керек. Одан өзіміздің жаңа келген қызметкерлермен көңіл бөлем,
Өйткені ұстаз ретінде әрине үйрету керек. Қалай мне колледждермен жұмыс істеу қажет, қалай келген кісілерді қабылдау қажет. Оны жастарға біз үйретпесек қалай болады? Өзіміздің міне опера театрдың жанында тұрамыз, сондықтан кешке қарай міндетті түрде мен шығып, сол театрдың жанына барып, мынау Хан Шатырдың жанында жүріп, кішкене дем алып, мынау ол да бір сондай әсерін береді. Сондықтан мен өзім кесте бойынша өмір сүретін адам. Дәл қазіргі уақытта тайм-менеджмент біздің әрбір адамға керек дүние сияқты. Керек дүние. Қазіргі уақытта сен ойындағы дүниені қағаз парағына түсірмесең, ол нәтиже бермейді, жүзеге аспайды. Дұрыс па? Дұрыс. Шығып кетеді. Өте дұрыс. Енді қараңыз, жалпы өзіңіз ұстаз болғаннан кейін анасыз, әжесіз. Жалпы біздің қазақ балаларына, ұл мен қызға қандай тәрбие беру керек? Ең басты ата-аналардың тәрбие берудегі мақсаты. Енді менің байлығым, менің бақытым, менің қуанышым, менің отбасым, жанұям. Әрине жолдасым 36 жыл бірге міне өмір сүріп, ұлымыз бар, үлкен ұлым Олжас, Дәурен, немерелерім бар, Диана, Тамирис, Малика, екі қызым бар, келіндерім Әлия, Нұрсұлу. Ең бірінші әрине тұрсаң да жатсаң да барлығына жақсылық тілейсің. Сондықтан анамнан, әжемнен көрген тәрбие ең бірінші, ер адамның орны осы өмірде ерекше деп айтатын. Қандай жасқа келсең де, ер адам келсе, ер адам алдыңда жүріп келсе, соны еске ал балам дейтін. Мен ойлаймын, сол дұрыс жағдай деп. Сондықтан мынау келіндерімді, қыздарымды, немерелерімді осы бағытпен мен тәрбиелеп келе жатырмын. Ал енді қыздарға келсек, менде екі ұл болғасын, мен ерлердің арасында жүрген адам ғой, жолдасым бар, екі ұлым бар. Одан қазір мне қыздарым болғанда, қыздарым енді қыздардың жолы ерекше ғой өзі. Нәзік жандар, қонақ. Ең бірінші есіме келетіні қонақ. Ертең өскесін басқа жерге барады, өзінің жеріне барады. Сондықтан әрине үлкенді сыйлау, ана мен әкенің жақсылығын түсіну, қыздарды мәпелеу керек, қыздарды сыйлау керек. Қыздарға барлық олардағы ойларын, қызыққан заттарын әпергін келеді. Соны жасау керек. Қыздарға гүл сыйлау керек. Қыздар әрине кішкентай кезінен тазалыққа үйрету керек, тәрбиелеу керек. Тамаша. Енді айтып жатырсыз, екі бірдей батырыңыз бар, екі бірдей қол қанатыңыз бар. Сол екі батырға келін таңдауға атсалыстыңыз ба? Біздің жанұямызда мынандай жағдай болды. Әрине жолдастарымыз бар. Өздері таныстырып, келіндерді өздері таңдап, ол өте жақсы дәстүр. Ол дәстүрді пайдалануға болады. Бірақ та менің балаларыма, өзімнің ұлдарыма, олар өздері танысып, өздері таңдап, өйткені өмір деген бір жағынан ұзақ өтетін, бірге жүретін өмір болғасын, ең бірінші махаббаттық сезім деген жағдай бар. Онсыз өмір болмайды. Әсима Теңкеқызы, мен дәл қазір 1 минут деген айдарды бастағым келіп отыр. 1 минуттың ішінде сізге 10-15 сұрақ қойып, соның барлығына сіз қысқадан қысқа жауап беруіңіз керек. Келістік пе? Сұрақтарға жауап бере алмасам не болды? Онда келесі сұраққа көшіп менің оқушыларым онда қарайды ғой ертең. Енді жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяғы жоқ, сондықтан да бастайық. Тәуекел, кеттік. Бір күнде қанша іс тыңдырып үлгересіз?
Ауыр сұрақ маған деген. Енді шамамен. Қанша енді мүмкіндік бар. Мынау әр адамның өзінің мүмкіндік бар ғой. Соны пайдалану керек деп ойлаймын. Ақорда немесе бәйтерек? Ақорда. Сенат немесе мәжіліс? Мәжіліс. Тамаша. Білім басқармасы немесе кәсіпқор холдингі? Кәсіпқор холдингі. Ұл бала немесе қыз бала? Қыз бала. Өмірдегі принциптеріңіз нақтап? Кісілігі мол адамды сыйлаймын. Жауапкершілігі мол адамды сыйлаймын. Сүйікті әншіңіз? Роза Рымбаева. Қызыл теңізге ақ орамал салса не болады? Батпайды шығар. Жоқ, жай салдыңыз, алып шықтыңыз, не болады? Боялады ғой. Жоқ. Білмедім. Су болады. Су болады енді. Енді біз 1 минуттың ішінде шамамен 10 шақты сұраққа жауап беріп үлгердіңіз. Екеуіне ғана бере алмадым. Енді осы сұхбаттан алған әсеріңізді мына біздің тамаша смайликтермен іштегі көңіл күйіңізбен бөлісіп, көрермендерге жолдасаңыз. Менің таңдағаным осы. Тамаша. Жастар. Керемет.